Сәлем баршаңызға, бұл мен орындай тағым. Бүгінгі бейне сабаққа қош келдіңіздер. Енді бүгінгі бейне сабақ өзімнің тәжірибем бойынша өтетін болады. Бүгін бір ерекше тақырыпты айтқым келіп отыр. Былай қарасаңыздар, көбісіне ол оңай тақырып. Бұл қалай грамота жасаймыз деген сұрақтың айналасында болады. Яғни былайша айтқанда көбімізге бәрімізге белгілі болғанмен қалай структурасы қалай болады, бірақ көбісіне белгісіз екен, әсіресе үлкен кісілерге. Сондықтан олар PowerPoint-пен жасайды, жаңағы өздеріңіз білетіндей Times New Roman'ды қолдана салып, өте арзан грамота, я болмаса дайын грамотаның үлгісін шығарады да, екіншісі дайын грамотаның үлгісін шығарады да, содан кейін сыртына Word-пен Times New Roman'мен қап-қарғырып бастыра салады. Бірақ ол нәрсе дұрыс емес, өйткені оны сіз жасағаныңызға оңай соққанмен, оны алған адамға қиынға соғады. Неге? Өйткені грамота ол мотивацияның бір түрі. Енді грамота негізінде бізде A4 форматында болады, яғни грамота, сертификат, шағын стандартты грамота. Сондықтан A4 форматтың біз пикселдегі форматын реттеп алуымыз керек. Оған міндетті түрде Photoshop бағдарламасы белгілі болады. Не үшін Photoshop? Қазір оны айтатын боламын. Қазір біз A4 форматта мына жерде стандарт түрде 2480-де 3508 екен. Біз қазір қалай жазамыз? Біз алдыңғы өткен сабақта ұзындығын мен енін дұрыс жазған болатынбыз. Ендігі кезде біз мына тұсын біз қазір ұзындығы етіп аламыз да, ал горизонт жағын ені деп аламыз. Вертикаль жағын. Енді осылай аламыз да пиксельмен жібереміз. Яғни біздің грамотамыз пиксель түрінде қазір дайын болады. Оны грамота деп жазуда қажет жоқ, өйткені қазір біз PSD форматында, яғни исходник түріне тағы да сақтайтын боламыз. Save as, соны басамыз. Міндетті түрде untitled дегенге грамота деп жазамыз. Грамота мадақтама, сертификат, алғыс хат түрі өте көп, вертикальді болады, горизонтальді болады. Сондықтан бізге барлығы қажет. Ендігі кезекте біздің грамотамыздың артқы жағы, көбінесе артқы жағы бізде жаңағыдай дайын грамота жасай салады. Я болмаса артқы жағында белгілі бір бэкграунд дейді ғой, яғни артқы тұсы жоқ. Яғни артқы тұсы көбінесе әппақ күйінде болатын грамоталар бар. Мен грамотаның түсі ақ болғанын қалаймын. Себебі неге? Себебі сіздің грамотаңыздың көбінесе электронды форматта емес, былайша айтқанда қабылдап жатқанда сіз оны мысалы конкурстарда дәл сол уақытта моментте жазып қалуыңыз мүмкін. Неге? Өйткені сол кезде ғана ол грамотаның еленушісі белгілі болады мысалға. Дәл сол сияқты ондай кезде міндетті түрде ақ түспен жазу керек. Ертең сіздің қалам сабыңыздағы көк түс, я болмаса қара түс, я болмаса қызыл түс, сол жерде анық көріну үшін артқы фоны ақ болғаны абзал. Мен ол жағынан халықпен, жалпы көп адамдармен келісемін. Шынымен де ақ болғаны ол тиімді. Енді біздің ақ түсіміз ол тек қана ақ түс болып қалғаны дұрыс емес. Оны өзгертуіміз керек. Мысалы, white backgrounds. Біз Google-ға жазамыз. Мен өзім қолданатын түстердің артқы түсті осы түстерді қолданамын, яғни ақ түс. White backgrounds деген кезде сізде ешқандай сілтемесі жоқ, яғни watermark дейді ағылшын тілінде. Сондай сілтемесі түсі жоқ, нелер шығады? Сайттың атауы жоқ, бэкграундтарда шығады. Соны алғандарыңыз өте тиімді. Ал оның сапасы да өте жақсы болатын болса, сіздің грамотаңыздың сапалығын одан әрі реттей алатын, ол логикаға байланысты белгілі. Енді сіздер ақ түсті осындай бэкграундтар алуларыңызға болады. Мысалы мен біреуін алып көрсетейін. Қазір бірақ сіздерге екінші вариантында көрсетемін. Оны қолдан жасауға болады бэкграундты. Бірақ енді сіздер қолдан жасап отырмайтын шығарсыздар. Датабы ондай күшті грамота жасаймын деп қолдан бэкграунд жасап отырмайтындарыңызды мен біліп тұрмын негізі. Әсіресе артқы фонға. Сондықтан интернеттен осындай алу жағын көрсетіп отырмын. Осылай басамыз. Сіздерге ыстық пернелерді айтқан болатынбыз. Shift Alt соны екеуін бірге қатар басып отырғанда автоматты түрде осылай үлкейтуге болады. Яғни ұзындығы мен енін тең ұстап сіздерге үлкейтіп беруге көмектеседі. Енді Shift пен контрольді басып былай қарай жылжытамыз. Өйткені бізге кішкене ұнамай тұр. Осылай болғаны дұрыс сияқты. Енді бұл бұлдыр ғой.
Иә, ол өте орынды сұрақ. Бұл неге бұлдыр және оны неге біз бұлдыр етуіміз керек? Я болмаса біз неге бұлдыр нені алуымыз керек? Сапасы жақсы болғаны жақсы деп айттым жаңа. Енді біз бұл жерде 25%-ға қоямыз. 25, я болмаса 35, тіпті 50%-ға болады. Өте қатты ақ болып жататын болса, қара тұстары аз болатын болса. Осылай артқы фон жөне болады. Екіншісі, біз көбінесе байқағаным, мысалы біздің грамоталарда мотивация беретін грамоталарымызда көбінесе ою қолданылады екен. Иә, мен ою қолданылатын жоққа шығармаймын, және де ою біздің біз шаршап кеттік деген нәрсені біз бұрын мен айтатынмын, стереотип ою қою деген сияқты. Бірақ қазіргі уақытта көзім жетіп жатыр, оюдың да өзінің бір салмағы бар екен. Әсіресе әдеби кештерде алған грамота, я болмаса біреуді құрмет белгісімен марапаттауда ою өте орынды рөл алады екен. Мен мысалы өзімнің ескі логотиптердің бірінің оюын алдым. Қазір мен оны қара түске бояп жіберейін. Қазір өзіме қара, я болмаса қою көк түстерді де қолдануға әбден болады негізінде. Өйткені сіз түрлі түсті грамота шығарасыз, сондықтан оған міндетті түрде қажет. Енді былай бояп тастаймын. Мен қара, қою көк түске боядым. Енді сәл кішкене размерін үлкейтіп алайын, иә. Енді Ctrl J-ді басамызда біз мына ром түсті ғой. Мысалы, ром түстің жанына қоямыз. Шамамен осылай. Енді екеуін бірге merge layers-ді басамыз, яғни біріктіруді басамыз да, тағы да өткен сабақтарды айтқан болатын, мына жерге қоямыз. Так, кетті. Дәл солай ары қарай кете береміз. Мына жаққа қояйын, иә. Грамоталарды жасау, не үшін грамотаны түсіндіріп жатсың, ол тіпті әліппені үйреткенмен бірдей ғой деген сұрақтар келуі мүмкін. Иә, мен келсем. Бірақ грамота жасауды өте оңай деп оңайландырып жіберетін кісілер де бар. Қазір уақыттағы Photoshop'тың деңгейі, сізде мына Adobe Photoshop қой программа. Бұның деңгейі қазір PowerPoint'тың деңгейімен теңесіп қалды деуге болады. Әрине ол Photoshop'тың дәуірі құлдырады деген сөз емес, ол одан әрі дами түседі. Бірақ оны алу қолжетімділігі қазір өте оңай болып кетті. Біз сияқты деп жалпы пираттық нұсқасында қолдануға болады Photoshop. Я болмаса қаржыңыз жетіп тұратын болса, ақылы подписка жасауға болады дегендей неше түрлі әдістермен Photoshop'ты жүктеп алуға болады және онымен жұмыс істей беруге болады. Шынымен де адамдардың жұмыс барысындағы қарапайым істерінің біріне осы айналды деуге болады. Оны одан артық басқаша айта алмаймын. Яғни Photoshop'ты қолдану ол уже өмірдің, я болмаса істің бір дағдысының қатарына енеді. Қазір 2013-2014 жылдағыдай Photoshop деген не деп қызығатындай нәрсе емес. Оны қолыңызда бар мүмкіншілікті кез келген тіпті нашар процессорлы компьютердің өзі қабылдайтын бағдарлама болып кеткен соң, оны қолдануда өте тиімді, қолжетімді деп ойлаймын. Сондықтан сіздер ойлағандай көп нәрсе қиын емес. Дәл сол сияқты Photoshop'тан грамота жасауды қиын емес. Міне біз сетка құрастырып алдық. Артқы фон. Енді сетка құрастырып алдық. Біз оның бүкіл слойларын, қабаттарын біз енді Ctrl-I-ді басып merge layers, яғни біріктіруді жасаймыз. Енді мен мұны шамамен 10%-ға қойсам да болады, 25%-ға қойсам да болады, солай реттеп алсақ болады. Мен 10%-ға қояйын. Міне біздің артқы фонымыз дайын. Бұдан да қатты кішірейтуге де болады, я болмаса осы түрмен қалдыруға болады. Енді біз грамотамыздың келесі бөлігіне өтеміз. Ол міндетті түрде көбінесе грамоталарды байқап жатқаным алтын түсте жазады деген. Ол да жаман емес негізінде. Ойбай, алтын түстен басқа түс таппайсыңдар деп мен жамандамаймын. Алтын түсте, я болмаса бірнеше түсті градиенттерді қолдана отырып жасағанның өзі шынымен де мақтауға тұрарлық іс. Енді мен мысалы мадақтама деп жазайын. Мадақтама. Шрифт шамамен қандай шрифтке қойсам болады? Қазір қойын. Мына жерде өте көп таңдау бар негізінде. Copyright. Осы түсті алайын. Жарайды, енді нефтеомо шрифт қолданып қойдың деуі мүмкін. Бірақ асығыста негізінде осындай шрифттерді де қолдануға болады. Мынаның Қ әрпін ұнамай тұр. Қазір басқасын қояйын. Domain display.
өте жұқа, я болмаса мұны қалыңдатуға да болады. Қалыңдатып қойсақ та болады. Жоқ, ұнап тұрған жоқ. Мүлде ұнап тұрған жоқ. Қазір мына шрифт бар. Менде өте әдемі шрифттердің бірі. Қарып деуге болады қазақ тілінде. Қарып десек те өзімізге де жақсы, бірақ енді шрифт деп кеткен соң адамдармен ортақ тіл табысу үшін шрифт деп жаза береміз. Мен 5%-ға қойдым, артқы фоны өте қатты ұнамай тұр, маған 10%. Бұл шыққан кезде де кішкене қалыңда көрініп қалуы мүмкін. Оны да ескеріңіздер. Мадақтама деп жаздым. Енді біз бұның градиенттерін қалай реттейміз дегенге айтатын болсақ, мен өткен бейне сабақтардың бірінде YouTube'та жоқ, Instagram'ға сақталған, YouTube'дан белгілі бір жағдайға байланысты алып тастады. Енді сол жерден біз қалай түстерді біріктіреміз деген бейне сабақта айтқан болатын. Градиенттер жалпы басқа да түстер туралы содан көріп алсаңыздар болады. Мен қазір өзіме керектісі сол алтын түс болып тұр. Сары түсті алуға болады, я болмаса басқа да алтын түстер бар. Мынандай қазір енді кішкене түсі суық болып тұр мыналардың. Жаңағы сары түсті ала бергенім дұрыс-ау шамасы. Міне осы түсті алайын. Бұның артқы фигурасында қойып жасауға да болады. Ол енді өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мен басты фундаментін қалыптастырғым келіп отыр. Міне осылай жасадық. Енді грамота жасау шынымен де easy зат, әсіресе үлкендер үшін. Мен бір жағынан келсем, бір жағынан келіспеймін. Неге? Өйткені грамота жасап отырғанда өзімнің жұмыс тәжірибемді байқағаным, бірнеше рет кері қайтарды. Ең соңында мен ойлағаннан да easy болмай шықты. Неге? Шрифт ауыстыр дейді, тағы да басқа деген сияқты. Өзінің бір ауыртпашылықтары бар. Үлкен кісілерге мысалы біздің мынандай жазған typeface форматындағы шрифттеріміз ұнамайтын болып шықты. Жастардың да негізі талғамын түсіну керек. Өйткені ол өзінің фантазиясын қорытады. Сіз ол тіпті қазіргі уақыттағы өте алтын болып есептелетін уақыттың құртқаннан соң үлкен кісілер бұл жерде жастарды түсінуі керек. Олар өте қатты фантазиясын беріп жасайды осындай нәрселерді. Өйткені неге? Шынымен де грамота жасап берші деген нәрселер шынымен де қазір бір адамды өзінің қажеттілігін сезініп отырған соң оны толықтай жасауды қазіргі уақыттар жастар өздерінің бір потенциалына айналдырды деуге болады. Сондықтан бұл жерде жастардың да ойын түсінісе білу керек. Яғни жастар осындай грамота жасап жатса, онда сіздерге өте мықты өнімді беріп жатыр деген сөз. Сіздер соны дұрыс түсінулеріңіз керек. Ертең Times New Romanмен жасаған грамота оның өзіне де ұнамай қалатын болса, ертең сіздің екінші рет заказыңызды жасамайды. Я болмаса екінші рет сыпайы түрде сізге жауап қайтарады. Екінші рет сіз қыспақтасаңыз, ол сыпайылықты ұмытып басқаша жауап беруі мүмкін. Жастардың қазіргі уақыттағы нерв жүйесі сондай. Сондықтан соны ескерулеріңіз керек, үлкен кісілер. Өздеріңіздің қолдарыңыздан бұл жасау келмей жататын болса, жастардың да талғамын түсініңіздер. Мен осыны айтқым келеді, осы бейне сабақты ескере отырып. Енді Алматы қаласы мәдениет басқармасы нөмірі 172-ші мектеп гимназиясы дейін. Өзім өндірістік практикада болған, мысалы, біліммен байланыстырып жатырмын. Яғни өйткені білімде жастар көп, оқушылар көп, олар көбінесе грамота алады, олимпиада деген сияқты. Міне осылай жасап алдық. Енді бұл жер қарапайым ғой, өте қарапайым. Не үшін онымен сен кімді қызықтырғың келеді деген сұрақ келеді. Әрине, мен онымен келісем. Мен оны келіспеймін. Ойбай, сіз жаман деп жатқан жоқпын бұл жерде. Келісем. Енді біз осылай жазып алдық. Енді біз мынаны көзбен бүйтіп алшақтап тұрамыз да, мадақтама дегенде төмен түсіреміз де, фигура құрастырамыз. Яғни ол қалай десеңіздер, мен фигура бөліміне кіремін қазір, және де осылай құрып аламын. Текшені құрып алдым. Енді кезекте мен мұны 3 бұрышты етемін. Шамамен осылай. Енді біз мұны апарамызда мына тұсқа қоямыз. Қоямызда дәл шамамен осындай жерге қоямызда төбеге қарай көтереміз. Төбеге қарай көтердік. Енді дәл осының контроль жеті басамызда, бұл жерде transform path, flip horizontal, я болмаса горизонталь. Горизонтальды бағытта тағы да барамыз. Сол кезде осы екі жаққа келеді. Мына түйіспей қалған жерлерін қазір реттеп аламыз. Ол оңай. Бұны алдымен кішірейтіп алсақ та болады. Тағы да. Сосын апарамызда мына тұсқа қоямыз. Мына тұсқа қоямыз. Мынаны деп кеттім ғой.
Енді сәл үлкейтейін де. Мен сәл мынаны үлкейтейін, я болмаса былай қарай созайын. Шамамен осында жерге қояйын. Енді мынаны да мынаған қосып жіберейін. Сол кезде бұлар бір фигураға айналғандай күйге енеді. Мына бас жағын рет қарап алыңыздар, дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс болып тұр менікі. Енді екеуін Ctrl-I басамызды біріктіреміз. Біріктіргеннен кейін біз енді тағы да бұның Ctrl-J-ді басып, тағы да бір слойын құрастырамыз да. Енді мұнан шамамен. Қазір мен мұнаны бір 50%-ға қойып алайын. Қазір сіздерге анық көріну үшін. Енді бұны біз төмен қарай түсіреміз. Төмен қарай түсіреміз де, былай қарай көтереміз. Міне. Вот осылай болады. Енді 100%-ға келтіреміз де, бұны слойдың ішіне кіреміз. Слойдың ішіне кіреміз де Gradient Overlay. Gradient Overlay'ге кіреміз де, бұл жерде сары түсті қолдансақ болады. Я болмаса біз жаңағы мадақтама деген сөзбен подсвет болса өте жақсы кетеді. Бұл жерде өте сіздерге кеңес. Міне осылай қойсақ болады. Палитраның орналасуы ұнамай тұр ма? Реттейміз. Қазір мен бір жерін қателесіп жүрмін. Қайта нет жүрейін. Асықсыз жасамайық. Қазір жұмыс барысында сіздерге тағы бір нәрсені айтам. Яғни бұл жерде менің айтқым келіп отырған нәрсе ол неде еді? Бұл жерде бір нәрсе дұрыс болмай қалды. Не дұрыс болмай қалды? Жарайды, мен түсінбей қалдым. Жақсы, енді біз екінші жолмен ересеміз. Жаңағы слойзалар істемей қалатын болса сіздер мына жақтан пипетканы аласыздар да, мадақтама деген сөздің екі түсін аламыз. Екі түсін аламыз да, енді жаңағы фигураны бояуды бастаймыз. Қалай бояу керек? Мен өткен сабақтарда айтқан болатын, жаңағы Instagram парақшада ол сабақтарды көрсеңіздер болады. Енді екі жағын қойып алдық. Ендігі кезекте біз жаңағы сөзді восстановить етеміз. Алматы қаласы білім бағдарламасы басқармасы дегенде. Мәдениет басқармасы, білім басқармасы болу керек, негізі мектеп гимназиясы ғой. Жаңа мен басқа нәрсені ойлап отырғам. Сосын сабақ барысында өзгертіп жүрдім. Қатты көрмей тұратын болса, бұл жерде 90%-ға да қоюға болады. Төбеге қарай шығарып жібересіздер. Жаңағы мына үлгінің ішіне де қатты кіріп кетпеу керек. Сонысын қадағалаңыздар. Алматы қаласы білім басқармасы нөмір 172 мектеп гимназиясы. Осылай қоямыз. Енді кішкене қатты көрмей қалу мүмкін десеңіздер, медиумнан болтқа қоямыз. Өте қалыңдау көрінсе, онда шынымен де көрерменде оған көзі түседі деген сөз. Ендігі кезекте сіздерге мына фигура аз сияқты көрініп тұрса, онда өзгертуге болады. Мына оң жағына қарай қоюға да болады, сол жағына қарай да қоюға болады. Оның үлгілерінде ғаламтордан тауып бірге қайталап көрсеңіздер де болады. Я болмаса жаңағыдай, егерде сіздерге қажет болатын болса, пікірге жазып кетіңіздер. Бізге дайын үлгілерін беріңізші, сіз өзіңіз істеткен деген сияқты. Менде бар, және де сіздерге беруге дайынмын. Бірақ алдымен сұрап алған жөн, сіздерге керек па, керек емес пе? Мен жөн-жосыз шығара бермей қойын. Өзімде тұрған нәрсе тұра берсін. Сондықтан, түсіндіңіздер. Енді осылай кетеді. Мен мұны қою көк емес, шамамен басқа түске де өзгерткім де келіп тұр. Негізінде ашық көк, я болмаса басқа түстерге де қоюға болады. Қазір көрсетемін. Ашық көкке қойып көрейін. Біз бірнеше түс палитрасын қолдану арқылы деп өткен сабақта айтқандай, бұл жерде бірнеше палитрамен жасап көрдім. Енді бір жол есті басымызда фигураларда мәселе болмау үшін мен Ctrl-J-ді басам. Ctrl-J-ді басамды, дәл осыны апарамында, flip horizontal демді, мына жаққа апарам. Міне, кетті. Міне осылай кетті. Ендігі кезекте біз мына сыртқа жаққа Қарағанды мемлекеттік университеті ма? Соның грамотасына ұқсап қалды жоғары жағы. Мен мойындаймын. Соны
қатты бір қою етпей мына жерге көк түсті қойып жіберейін. Вот міне кәсіби болмаса да әжептәуір грамотаға ұқсап қалды. Енді мадақтама деген сөзіміз тұр. Оны қатты жақындап қалды жаңа фигураға десеңіздер, тағы да ортаға қарай жылжытсаңыздар болады. Ендігі кезекте текст. Текст болғанда менде мынандай жағдай кездескен. Текстті жазу кезінде тексті өзіміз жазып береміз деп кейбір кісілер өте ризамын. Өздері жазып береді, осыны қойып берсең болды деп. Бірақ кейбір кісілер бар, сіз өзіңіз жазып беріңізші, сосын барып көреміз, что-то ойымызға ештеңе келмей жатыр дейді. Жақсы деп жазып берем, терлеп, ойлап жегендей жаңағы. Бірақ та оны жазғаннан кейін ол кісілер жақтырмай қалады. Мына жерін өзгерт, мына жерін өзгерт, мына сөз ұқсамайды. Онда егер ұқсамаса, сіздерге ұнатпайтын болсаңыздар ақыры, неге өздеріңіз жазып бермейсіздер деген сұрақ келеді ол жерде. Берет болса мейлі, өзгертіп беремін. Менде қателік кетеді ғой енді копирайтинг ісімен. Бірақ енді бірнеше рет өзгертіп беру деген олар өздерінің кінәсі да негізі. Соны түсіну керек. Мадақтама жасап жатқанда сіз өзіңіз жазған дұрыс па, әлде олар жазып бергені жөн ба? Шынымен егер өзіңіздің организацияңыз болса, өзіңіз ұйымдастырып жатсаңыздар, өзіңіз жазыңыз. Ертең сіздерге ешкім кедергі болмайтындай. Ал басқа біреу жазу керек болса, оған міндетті түрде жаздырыңыз. Неге? Өйткені ертең тағы да мәселелерге ұшырап қалмау үшін. Бостан басқа бірнеше адамның жүйкесін алатын жұмыс бұл да, былай қарап отырғанмен. Енді мадақтама жасайық. Мысалы, Алматы қаласы білім басқармасы нөмір 170 мектеп гимназиясы. Енді бұны дәл өстіп қайта-қайта жаза бермей, бұл жерде мысалы мектепшілік мысалы мен айтайын. Ой жүйрік мектепшілік ойымша жазып жатырмын. Интеллектуалды сайыста өз ақылымен ойының жүйріктігінің арқасында алға суырылып шығып үздіктердің қатарынан. Бұндай негізі тексті жазғанда да қалай болса солай жазбау керек. Өйткені бала шынымен де ондай сөздерден мотивация алады, өзіне белгілі бір инсайтты алады, я болмаса күш жинайды, шабыт қосады дегендей. Сондықтан бұны да ескеруіміз керек. Үздіктердің қатарынан көрінгені үшін деген сөздің өзі олар үшін үлкен бір мәртебе. Ертең басқа сыныптастарына да көрсетеді, ата-анасына да көрсетеді, туған туысына да көрсетеді. Ол жерде дұрыс текст сол үшін жазылуы керек міндетті түрде. Ол сіздің де мадақтама жасап жатқан, сіздің де имиджіңізді имиджіңізді байқатады, басқалардың да имиджін байқатады. Яғни былайша айтқанда қазір уақыттағы сөзіңде міндетті түрде салмағы болуы керек. Енді үздіктердің қатарынан көрінген үшін айтайық. Ой жүйрік мектепшілік интеллектуал сайыста өз ақылы мен ойының жүйріктігінің арқасында алға суырылып, үздіктердің қатарынан көрінгені үшін бұл жерде енді біз жаңағы мысалы пәленбайы деуге де болады. Бірақ та сіздер енді мысалы біз ақфонмен жаздық қой. Сіздер ертең қаламмен жазу керек болса, я болмаса қаламмен де қаламсыз да жазуға болады. Көрінген үшін дейміз де, енді біз нежный пробелді басамыз. Енді оның білесіздер не үшін нежный пробел. Енді Times New Roman'ның нежный пробелдер бір-біріне қосылып кетеді. Ол өте жақсы нәрсе. Times New Roman'ның озып тұратын бір нәрсесі сол шрифт бойынша. Ал басқа шрифттерде ол нәрсе қосылмайды да, бір-бірімен алшақ кететіндер бар. Ондай кезде сіздер character, яғни тексттің тексті жөндеу асханасына кіресіздерді. Бұл жерде set the tracking for a selected characters деген жер бар. Сол жерден сіздер минусқа қойып, -10, -25 деген сияқты сызықтар бір-біріне біріккенше сөйтіп біріктіріп отырасыздар. Сосын тағы да нежный парабелдерде бешетпей жатса қосып жібересіздер. Ендігі кезекте көрінген үшін мысалы бірінші орынмен бірінші, екінші орын деген міндетті түрде рим цифрмен жазылу керек. Орынмен марапатталады. Өйткені бірінші орынмен марапатталады. Сонда қараңыздар. Бұл жерде интонация міндетті түрде қажет.
қатарынан көрінген үшін бәленбайы бірінші орынмен марапатталады. Я болмаса үздіктердің қатарынан көрінген үшін бірінші орынмен бәленбайы марапатталады. Интонация екеуінен де ұрып тұр. Сондықтан мен екіншісін таңдаймын, марапатталады. Бірінші орынмен марапатталады. Ендігі кезекте бізде кодовое слово деген нәрсе бар. Ол дизайнда да бар, басқа нәрседе кодовое слово. Қандай интеллектуалды сайыс? Ой жүрек. Міндетті түрде тырнақшамен жазылу керек. Black, мысалы, қалың етіп жүрсеңіз. Мектепшілік интеллектуалды сайыста өз ақыл мен ойының жүйріктігінің арқасында алғасы болып, үздіктердің қатарынан көрінген үшін. Қандай орынмен? Бірінші орынмен. Басты сөз. Соны белгілеп аласыздар. Бірінші орынмен. Кішкентай болып көрінетін болса, оны шамамен 150-ге мысалы қойсаңыздар болады. Өте жақсы. Жаман емес. Бірінші орын. Так, қатарынан көрінген үшін бірінші орынмен марапатталады. Ендігі кезекте бұл жерде егерде біз өзіміз электронды форматта жазып көрсек қалай деген сұраққа келетін болса, болады, сіздерге бір жақсы фишканы көрсетейін. Мысалы, бәленбайдың дейін. Тағы бір атауларды жазып қойып, ертең басқа атау таппадың ба деп жүрмеңіздер. Мен мұны мысалы 120-ға қояйын, үлкендігін. Сосын қалың түсмен жазып жүрмін. Black. Енді интерді басамызда, енді қайтеміз. Біз бұл жерде екі түс бар. Біріншісі, біз дәл соны белгілеп аламызда, түске кіреміз. Пипеткамен жаңағы сары түстердің біреуін таңдаймыз. Апельсин түсті. Мысалы, қалай десем, бәленбайы міндетті түрде белгіленеді. Я болмаса бұл дұрыс көрінбейді, ертең аты-жөнін үлкен кісілер оқи алмай қалады, грамотаны атап жатқан кезде десеңіздер, түсін қойылатып жүрсеңіздер болады. Я болмаса сәл түсін қойылатпай қойыңыздар, түсі өңінен кетіп қалады. Оранжевый түсті кішкене интенсивтендіріп жүрсеңіздер болады. Міне, өте анық әрі жақсы көрінді. Бірінші орынмен марапатталады. Енді бұны сәл былай қоямыз, ара қашықтығын реттеп алайық, өзіміз үшін. Міне, бізде базасы дайын. Сіздер басқа да қойсаңыздар болады. Мысалы, мадақтама дегеннің астына неше түрлі сызықтарды қойып, әдемі деп жүруге болады. Мен бір сызық қойып жіберейін, мысалы. Міне, осылай әдемі жасап жүруге де болады. Өзіңіздің ары қарай фантазияңызға байланысты. Ендігі кезекте астына көп адамның қолы қажет емес, главный кім? Соны белгілеп алу керек. Оны тапсыратын мектеп директоры ма? Мектеп директорының қолы тұрсын, мысалы. Басқаны ма? Басқа. Ол жерде ұйымдастырушы, мынау деп бірнеше адамның қолы қажет емес, міндетті түрде. Ертең грамотаға қол қойдыртып жатқанда сол өкілдерді таппай қалсаңыздар, сіздің грамоталарыңыздың ресми жарамдылығы өкінішке орай төмендей бастайды. Сондықтан грамота жасауды сонда ескеріп алған жөн. Главный кім? Соның қолы қойылсын. Оған шама жете ме? Ол қол қоюға лицензиясы я болмаса несі бар ма? Сол бойынша. Мектеп директоры дейін, мысалы. Басқа шрифтке кетіп қалдық. Мектеп директоры дейін. Сосын 100-ге қойын, мысалы. Мектеп директоры. Ctrl-J-ді басамыз да. Мұнда атын жазамыз. Мысалы, атын жазық деп есептеңіздер. Аты болғанда, көбінесе аты жөнін толықтай жатып қажет емес. Бірдеме ұлы деп, фионы толық жазатындар бар. Жоқ, сіздер өздеріңіз танысаңыздар болды. Оны көп адамның қажет емес. Фамилиясы, аты мен әкесінің атының бірінші әріпі тұру керек. Сол өте тиімді. Енді оны жоғары қарай көтереміз. Өйткені сіздер мына жерге қазір ол қол қояды, және де оған печат қою мүмкін. Печат сырттан шығып кетуі мүмкін грамоталарды қойып жатқан уақытта. Сондықтан ровно әдемі дұрыс қойылу үшін мына тұсқа қойып алсаңыздар болады. Заңды электронды печат өздеріңіз қолдан жасап жүруге бұл жерде болмайды. Онда грамотаның жарамдылығы дұрыс емес. Яғни грамота ештеңеге жарамайды деген сөз, ол тек қана заңсыз іс деп аталады. Міне осылай мадақтаманы жасап жіберуге болады. Әдемі көрнекті етіп жасап жүрсеңіздер болады. Ол аса қатты қиын емес. Фотошопты жүктеу, онымен де жұмыс істеу біз ойлағаннан да тиімдірек деп айтсам болады. Жақсы, назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.